Оскар премиясында шорт-листенген қысқаметражды мультфильм бізге тап-таза махаббаттың қандай болатынын жеткізеді. Фильмде диалог жоқ, бірақ мұны көрген сансыз көрермен көз жасына ерік берген. Мұз болып қатқан сезімдер оянып шер тарқаған. Жоқ іздейтін жерде өмір сүретін Дино мен Жаутаң бір-бірін қатты жақсы көрді. Бұл түнде Дино түсінен шошып оянса, қасында Жаутаң жоқ. Ол көзілдірігін тағып Жаутаңның құдықтың қасында жүргенін байқады. Дино көзілдірікті лақтырып жеріп, сүйіктісін шақырып қол бұлғады. Ойынқұмар Жаутаң оған көз қиығын салды да суға тағы бір тасты лақтырып жіберді. Ол осындай болмайтын дүниеден өзіне қуаныш табатын. Құдықтың жақтауында тұрып тағы да тас лақтырды да, оның тұп-тұнық суда қалықтап батқанын қарап рахат күйге бөленді. Осы кезде Дино оған сүйгеннің ырымын жолдады. Жаутаң өзіне деген махаббатты сезді. Сөйтті де Диноға қарай денесін сәл бұрып жылы қабылдады да алақанына салып бетін сипады. Сөйтті де өзі де Диноға қарай біреуін ұшырды. Дино тоқ ұрғандай жәшікке құлап түсті. Сосын қайта тұрып махаббатына қарап түрін өзгертіп еркеледі. Жаутаң да оған еркелікпен жауап қатты. Дәл осы сәтте суға толған құбыр құлап Жаутаңды суға алып кетті. Көз алдында болған оқиғадан Диноның өңі бозарды. Абырой болғанда Жаутаң бар күшімен жақтауға ілінді. Иегін сүйіп терең бір дем алды. Алайда оның тоқылған жүн мен мақтадан жасалған денесі ол сыртқа ұмтылған сайын ауыр салмақпен құдық түбіне қарай тартып барады. Құдықтан өздігінен шығатын Жаутаңда әл қалмады. Оның дәрменсіз күйін көріп тұрған Дино болса жәшіктен жылдам түсіп, оны жағаға шығарып алуға бекінді. Бірақ үстел тым биік еді. Ол артқа қарай бірнеше қадам шегінді де көзін алақанмен жауып қорқынышын жеңіп, Жаутаң жаққа қарай бар күшімен секіре жөнелді. Ең өкініштісі, үстел шетіндегі шегені байқамай, оған құйрық ілініп қалды. Сөйтті де жерге жетпей, жарты жолда асылып қалды. Оған қарамастан бар күшімен серпіліп қалып еді, ішіндегі мақта сақтарылған күйі жерге бірақ түсті. Оның жан түршігерлік кейпін көруге Жаутаңның батылы жетпей көзін жұмып алды. Денесін әрең көтеріп, ілініп қалған тоқыма жіпті күшпен тартқылады. Бірақ бұл кезде оның күші сарқылды. Ол қарап тұрмай жіпті тісімен қиюға да әрекеттенді. Бірақ қай амалы да іске аспады. Дәл осы сәтте Жаутаң қайта көтерілген құбырға жармасып шығып келе жатыр еді, ауыр денесін ала алмай құдыққа қайта құлады. Дино жанын қоярға жер таппады. Тұзақта тұрған кейпін көрді де, ол іштей бір байламға келді. Жаутаң тағы да құдық жақтауына ілінген сәтте Диноның ештеңеге қарамастан өзіне қарай қарыштап келе жатқанын байқады. Ол шегеге ілініп қалған денесіне қарайтын халде емес еді. Тоқыма жіп сетінеген сайын ішіндегі мақта жолда шашылып түсіп жатты. Сүрініп жығылып жүргенде ілінген әрбір шеге оның денесінің парша-паршасын шығарды. Бейне бір көрінбейтін қол оның денесін сыпырып жатқандай. Денесінің күл талқаны шықты. Жаутаң болса басын шайқап оған жүгірме деген ишараны танытты. Бірақ Дино оны мүлдем елейтін емес. Қанша азап шексе де қарыштап алға қарай қадам басуын тоқтатқан жоқ. Жаутаң болса сүйіктісінің өз үшін құрбан болғанына төзе алмай тұр. Сөйтіп ол есік ұстап тұрған тіреуішті таспен атып, өліммен бетпе-бет келуді таңдады. Екі қолынан бірдей айырылып, есіктің артында қалған Диноның оны аша алмайтыны анық еді. Ол терең бір күрсініп, жібі шұбатылып келген артындағы жолға қарады да, берілместен бар күшін сарқып есік әйнегін шағып шықты. Бір ғана аяғы қалған кезде ол сүйіктісіне қарай ұшты. Ұшқан сайын денесі де жылдам жоғалып жатты. Дәл осы сәтте ол үшін сүйіктісінен басқа ештеңе де маңызды емес еді. Ол көзін жұмған сәтте Жаутаңмен өткен әрбір шақ, бірге ойнаған кездер, бірге өткізген әрбір бақытты күндер көз алдынан тізіліп өтіп жатты. Сүйіктісі үшін қабылдаған шешіміне ол еш өкінген жоқ. Ол соңында жіптің бір ұшын су бетіне тастап, оны ақырындап суға батырды. Өміріне араша болып тұрған жіптің бір ұшына жармасып, Жаутаң құдықтан аман шықты. Ол зіл денесін сүйрете жүріп, Динодан қалған мақта мен жіпті жинап, аяңдап махаббат мекеніне оралды. Осы күннен бастап Жаутаң тоқуды үйренді. Ол есінде қалған бейнеге сүйеніп, Диноның бұрынғы кейпін жасауға кірісті. Қайта-қайта сәтсіз шығып, тоқуды қайта-қайта басынан бастап жатты. Алған бетінен қайтпады. Сезімге тастай жарасымды жұп, нағыз махаббат оқиғасын осылай ойнап берді. Сүйіктісіне қауіп төнген сәтте, ол өз жанын құрбан ету арқылы оны аман сақтап қалды. Біз іздеген махаббаттың ең биік үлгісі осы болса керек.